Үшінші бабында жаңа ата заңның бөлек арнайы қазір тармағы пайда болды. Соның ішінде басымдылық бағыттар адами капитал, тағы да ғылым, білім, инновация деп қадап, нақты астын сызып қойып отырмыз. 1862 жылы Абрахам Линкольн деген американдық президент үлкен бір заңға қол қойған. Land Grant университеттер. Яғни әр штатта енді мамандандырылған негізгі университеттерді саламыз. Әр штат 12.000 гектар жер бөледі. Бүкіл күшімізді енді жоғары білім мен ғылымға жастарды тәрбиелеуге саламыз деген бір үлкен сондай заңға қол қойған тұғын. Сонда сол кісінің айтқан бір сөзі болған тұғын. Жеріміз бай, жер астындағы байлықтарымыз өте көп, шексіз деп айтуға болады. Бірақ осы жер байлығының әлеуетін нақты шығаратын кім? Адам. Және адамның еңбегі, адамның дарыны, адамның жасампаздығы. Дәл осы сәтте біздің жаңа ата заңымыз осы жаңа логиканы, осы жаңа философияны нақты қағазға салып, заңға айналдырып, жаңа осындай ұстаным ұсынып отыр.